Сабақтың тақырыбы сәулет құрылыс сызбалары. Сабақтың мақсаты сәулет құрылыс сызбаларының мақсатымен және ерекшеліктерімен танысу. Құрылыс сызбалары үшке бөлінеді: сәулет құрылыс сызбалары, инженерлік құрылыс сызбалары және топографиялық сызбалар. Сәулет құрылыс сызбаларына азаматтық, қоғамдық, өндірістік сызбаларын жатқызуға болады. Инженерлік құрылыс сызбаларына мысалы көпірлер, жер асты жолдар, бөгеттер, каналдар, шахталар, темір жолдар және тағы басқаларды жатқызуға болады. Топография сызбалары жер туралы мәлімет беру қызметін атқарады. Топографиялық сызбада жер бедері, өзеннің, орманның, жолдардың, елді мекендердің және басқалардың орналасуын көрсетеді. Сәулет құрылыс сызбалары құрылыс сызбаларындағы кескіндер, құрылыс сызбаларының масштабы, құрылыс сызбаларындағы өлшемдермен ерекшеленеді. Құрылыс жобалық құжаттамасы. Бас жоспар жобаның негізгі құжаты болып саналады. Яғни бұл бас жоспарда орналасу орны, жолдар, мектептер, спорт комплекстер, тағы да басқа заттарды орналастырады. Үйлер мен құрылыстарды жер учаскесіне орналастыру жоспарын бас жоспар деп атайды. Онда үйлер мен құрылыстардан өзге көлік жүретін жолдар, ағаш егетін орындар, учасканың шекаралықтары, тағы басқалар көрсетіледі. Бас жоспардың барлық құрылыстар мен құрамдас бөліктері реттік номерлермен белгіленеді және атаулары экспликация кестесіне толтырылады. Бас жоспар 1/400, 1/500, 1/1000 қатынастағы кішірейту масштабында орындалады. Яғни біз бұл суретте бас жоспарымен танып боламыз. Көріп тұрғандарыңыздай бұл жерде бірінші мектеп үйі, екінші спорт комплексі, 3 мұз сарайы, тағы да басқалар орналасуы бейнеленген. Бұл жерде де бас жоспар бейнеленген. Негізгі кескіндер үшке бөлінеді: қасбет, жоспар және тілік. Яғни осылардан тұрады. Қасбет үйдің сыртқы жағының кескіні, яғни терезелер, есіктер, сәулет детальдарының орналасуы. Белгі деп нөлдік жазықтықтан жоғары жатқан нүктенің биіктігінен көрсететін санды айтады. Нөлдік белгі үшін бірінші қабат еденінің деңгейі қабылданған, ал нөлдік белгі 0,0 санымен жазылады. Яғни бұл жерде де осы айтып өткендердің орналасу тәртібі көрсетілген. 0,00, 1 - 2,24. Үйдің жоспары деп терезе астынан сәл жоғары деңгейден үйді горизонталь жазықтықпен қиғандағы тілікті айтады. Жоспар бойынша ғимараттың өлшемдерін анықтауға болады. Тағы да бөлмелердің орналасуын, терезе және есіктерді ойықтау, қабырға және қалқа қалдықтарын белгілеуге болады. Яғни олардың бәрі жоспарда бейнеленеді. Құрылыс жобалық құжаттамасы. Тілік үйдің конструкциясын және оның қабаттарының биіктігін анықтау үшін қажет. Жалпы үйдің биіктігі мен ені, үйдің сыртқы қабырғаларының биіктігі, шатыр аймағының биіктігі, іргетас биіктігі және жерасты аймағының тереңдігі, бөлмелердің биіктігі, терезе және есік ойықтарының биіктігі барлығы осы берілген жоспарда бейнеленеді. Құрылыс сызбаларының масштабы кішірейту масштабы, яғни 1/100, 1/200, 1/400 қатынаста орын алады. Ал шағын үйлер үшін
қасбеттер үшін 1:50 қатынаста орындалады. Құрылыс сызбаларындағы өлшемдер. Жоспарда өлшемдер сыртқы жағынан келтіреді, яғни мм. Ішкі бөлмелер алаңы ise метр квадрат көрсетіледі. Яғни бұл метр квадрат үйдің немесе бөлменің ауданы. Тағы да тәлікте өлшемдер М белгісімен көрсетіледі. Ал енді қорытынды сұрақтар. Бірінші, құрылыс сызбалары нешеге бөлінеді? Екінші, сәулет құрылыс сызбаларына нелер кіреді? 3, инженерлік құрылыс сызбаларына нелер кіреді? 4, топография сызбалар дегеніміз не? 5, бас жоспар дегеніміз не? 6, бас жоспар қандай масштабта орындалады? 7, қасбет дегеніміз не?